Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі кешкі тамаққа тез дайын болатын паста дайындаймыз. Алдымен оттағы қызып тұрған табаға күнделікті тамаққа қолданып жүрген майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін фаршты салып, арасы толық ашылғанша қозғап тұрып 3-4 минуттай қуырамыз. Байқап тұрсаңыздар, видеода көрсетілген фаршты осылай қозғап тұрып, араларын барлығын ашып аламыз. Тұз бен бұрыш салуды ұмытпаймыз, және осы фарштың суы толық тартылғанша бетін жауып қуырамыз. Міне фарштың суы толық тартылды. Қаласаңыздар чеснок салсаңыздар да, салмасаңыздар да болады. Көкөністердің барлығын ұсақтап турағандарыңыз жақсы болады. Пиязды қосамыз, 1-2 минуттай қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін болгарский мен сәбізді салып, араластырып, бетін жауып 2-3 минут қуырамыз. Келесі укроп пен зелен қостым. Бұл екеуі тамаққа дәмде түрде береді. Араластырамыз. Осы жерде мен арнайы паста қолдандым, бірақ күнделікті қолданып жүрген томат пастасын қолдансаңыздар да болады. Мен екеуін де қолдандым. Толық араластырып болғаннан кейін су құямыз. Судың мөлшері осы қуырылған заттардан 1-2 сантиметр ғана жоғары болуы керек. Астыңғы отын подлив баяу қайнайтындай етіп қоямыз. Бетін жауып 10-15 минут қайнатамыз. Енді подлив аз уақытта дайын болады. Оға дейін кеспемізді пісіріп алатын су қайнатамыз. Суға тұз салуды ұмытпаймыз. Су қайнағаннан кейін кеспемізді салып пісіріп аламыз. Кеспеміз пісіп дайын болғанша сырды теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Енді пастамыз толық дайын болды. Осылай кеспеміздің үстіне подлив пен сырымызды салып, дастарханға ұсынамыз. Егер сізге рецепт ұнаған болатын болса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.